Автонарық айдарын жандандырамыз. Ассалаумағалейкум баршаға. Британияның бестселлері, Англияның жаңа аңызы JQ J7 плагин гибрид назарыңызда. Машина бағасына тұрарлық па? Бүгін анықтаймыз. Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер. Бастайық. Негізі бұл өте мықты адам. Англияда нарықты жыртып тастаған қытайлық гибридті алып, өз еліңде құрастыра бастайсың. Дәл солай. JQ J7 PHEV Астана Motors Manufacturing Қазақстан зауытында құрастырылып жатыр. Технологиялық тұрғыда 2026 жылдың Қазақстандағы басты хедлайнері деген атақ бердім. Енді льготкамен сатыла бастаса, çok güzel болады ғой. Гибрид керек бізге. Достар, гибрид керек. Таныған шығарсыздар, жәке ғой. Бізге жақсы таныс JQ J7. Дизайны ерекше, қырлы дене, жыртқыш көз. Бір сөзбен мамасының Range Rover'ы. J7 Қазақстан нарығына бірінші рет келгенде өзін Evoque'пен салыстырғысы келді. Меніңше қисынсыз. Land Rover ол Land Rover, ал JQ ол JQ. Оң жақтағы лючокты көрдіңіздер ме? Baby. Evoque'та ондай жоқ. Сол себепті бұл машина Англияда айырып жатыр. Трассаға шығамыз, турбо полторашканы оятамыз. Бірден айта кетейін, мұнда Chery'дің қанды ішетін вариаторы емес, DHT деп аталатын ақылды трансмиссия. Жиынтық күші 347 арғымақ. Ал жоғарғы айналымдағы моменті 525 ньютон-метр, яғни JQ J7 біреуді озатын кезде аса қиналмайды. Байқадыңыздар ма? Аккуратный дизайн ғой. Төбесі қараланған, вертикалды радиатор торы, артық сызық жоқ. Range Rover'де еске салатын күндізгі жүріс шырағы, бас оптика бамперге интеграцияланған. Аэродинамикалық коэффициентті арттыратын бітеу жалпақы дискілер. Артынан көрнекі, солидный. Стоп шырағы қапталдан қапталға дейін созылады. Тағы бір стоп шырақ спойлерге енгізілген. Штаттық рейлингтер. Бампердің қос қанатында катафоттың рөлін атқаратын желбезектер. Ең кереметі автономдық. Электромобиль иесі құсап үнемі жүріс қорына алаңдап отырмайсың. Бакты толтырдың. Көңіл күй жақсы болса тартыс аккумуляторында қуаттай салдың, запаста 1200 километр. Чотан ба? Алматтан Астанаға бір бак бензин ғой. 100-ге сұйық тұтынуы 5 литр шамасында. Фантастика! Салон премиалды, орындықтары эко былғарымен қапталған, төбеде үлкен панорама, ортада дәу планшет, процессор қағылес. Саймандар панелі 12-де 3 мультируль, телефонды сымсыз қуаттау жүйесі, консольда кондиционердің ыстық клавишасы, драйв мод, есікті құлыптау түймесі, авария батырмасы, EV және гибрид түймесі. Алдыңғы панель қатпарлы, көп қабатты деп айтуға болады. Төменде фактуралы пластик, ортада фактуралы былғары, төбесі жұмсақ, вента тесіктері жасырылған. Салонға қатысты 3 нәрсе маған ұнамады. Байқаған шығарсыздар, селектор интригі Mercedes стилінде. Драйв немесе реверске салу үшін тежеуішті қатты басу керек. Егер жай басып дыға салсаң, ол түспей қалуы мүмкін. Екіншісі, барлық Қытай көліктеріне қатысты шығар. Климат контрольді реттеу, ортадағы сенсорлы монитор арқылы іске асырылуы проблематика тудыратын сияқты. Келешекте көптеген Қытай брендтері түймелерді салонға қайтармақшы. Үшіншісі, графикасы. Саймандар панельмен ортадағы дисплейдің графикасын 2026 жылы әдемі, іш пыстырмайтын көркем қылып жасауға болады ғой. Ол үшін бүкуз, фантазия керек. Атак көлік баптау мәзірі өтті түсінікті, қарапайым, интуитивті. Apple CarPlay де бар, мінекей. Артқы камераны тексерейік. Сапасы дәм болсын, орташа. EV модты қостым. Салонда кондиционер жұмысының дыбысы ғана естіледі. Қалада бұл гибридтің қылығы таза электромобиль. 18-де 3 киловатт сағаттық батареясының жүріс қоры 90 шақырымға жетеді. Есептеңіз. Үйден жұмысқа, жұмыстан үйге режимінде күніне 15 шақырым қатынассаңыз, бір аптаға жетеді ғой. Ал динамикасы шапшаң. Өйткені электромотор ойланбайды, қиналмайды, сұйық отын сұрамайды.
Екінші қатарда өз артында өзім жайғастым. Орын вагон және кучкунтай тележка. Қараңыздар, аяққа қанша бос кеңістік. Төбедегі панорама клаустрофобиядан емдейді. Консольда 2 порт, біреу Type A, екіншісі Type C. Дұрыс шешім. Орындық жылыту жүйесі 2 зоналы. Оң жақ пен сол жаққа бөлінген. Едені түзу. Кішкентай балалардың ар-бері жүгіргеніне ыңғайлы. Арқасы реттеле ме екен? Аха, микролифт бар екен. Тамаша, сәл жылжиды. Шынтақ тіреуіш. Міне, нормально, комфорт бар. Базар жоқ, алдындағы бензовозды көріп тұр. Достар, адаптивті круиз контроль қосулы. Жолақта ұстау системасы жұмыс істеп тұр. Жүріп бара жатыпта тартыс аккумуляторын қуаттаймыз. Рекуперацияның 3 режимі бар. Достар, саймандар панелінде моментте қанша қуат батареяға беріліп жатқаны көрсетіледі, қараңыздар. Жүріс режимін спортқа қойдым, тәпішкен басып көрейік. 350 жылқы деген ойын шықпа саған? Базар жоқ, динамикасы ұнады. Әзірше бұл мен мініп көрген үздік черихана өнімі. Черри, Амода, Джейку, Джетур, Иксид, Соуист бәрін черихана деймін. Вуху қаласындағы негізгі өндіріс ошағында талай рет болдым. Маған автоматизация деңгейі ұнайды. 95%-ды құрап тұр. Роботтар үлкен дәлдікпен машинаны құрастырып жатыр. Маған Черри корпорациясының жұмысқа деген тиянақтылығы ұнады. PHEV шарым мен көлсайға баруды жақсы көретін кісілерді таң қалдырады. Өйткені V2L технологиясы деп аталатын киллер фичасы бар. Қуаттау портына адаптерді жалғап кез келген тұрмыстық техниканы қоса аласыз. Әңгіменің ашығы G7 PHEV электроболашақ пен тарихи бензин арасындағы алтын көпір. Табиғатқа зияны азырақ, салығы төмен, ақша үнемдейді, трассада еркіндік сыйлайды. Қазақстандықтарға хайбрид сегменті күннен күнге қызық болып келе жатыр. Ал енді тыңдаңыздар, бұл өте құнды ақпарат. Қазақстан автокөлік одағының мәліметінше параллель тізбекті гибрид көк технологияның алдына шықты. Яғни дәл осындай көліктер NEV сауданы қыздырды. BYD Song Plus DMI және Geely Galaxy EX5 EMI-дың қатарына Джейку да қосылды. Ең қызығы, ел азаматтары G7-нің қай комплектациясын алсам деп бас қатырмайды. Премиум жиынтығы бар, оған барлық негізгі комфортты опциялар енгізілген. Қысқы пакет, 360 камерасы, 19 электронды ассистент, орындық жады, проекция, Apple CarPlay және тағы басқа. Дұрыс деген. G7 размермен алып тұр. Бағасы қол жетімді болғанына қарамастан түрі премиалды. Дөңгелегінде Реали 347 ат күші. Салыстырма келтірейін. Geely Galaxy 512 терабайт EX5-те 218 понидың күші. Ал Song Plus-та 307 арғымақ, мынада 347. Прикинь, 347. Достар, көріп отырғандарыңыз модельге қазақ тіліндегі алғашқы шолу. Бағасы белгісіз. Бір сайтта прайсы 14 миллион теңге шамасында деп көрсетілген, бірақта G7 PHEV енді елімізде өндіріле бастаған ескерсек, кемінде 10% құннан лақтыру керек қой. Ағылшындарға ұнағаны бекер емес, дыбыс изоляциясы деңгейде, аспасы жұмсақ, рөлі өткір бапталған. Біздің елде қыз-келіншектерге идеал машина деп есептеймін. Өйткені клиренсі биік, жүк салғышта орын көп, форм-факторы әдемі. Ойбай, келешекте гибридтің тағдыры не болады екен деп алаңдайтындар бар шығар. Былай деп айтайын. Қазіргі таңда машина деген расымен де смартфон сияқты жиі ауыстырылатын техника болып қалды. Қазіргі технологиялық заманда көлікті 10 шақты жыл иелік ететін адамдар кем деген? Сонда не болды? Қортынды мынандай. Song Plus BYD деген атына ставка жасады. Geely Galaxy EX5 қарапайымдығына,
Ал JQ G7 PHEV технология мен қуатына 3 гибридтің арасынан қайсысын таңдайтын едіңіз? Пікір жазыңыздар. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Арнаға тіркеліңіздер. Амандықта жүздескенше.